Теміртау қаласы 1945 жылдың 1 қазанында құрылды. Алайда қаламыздың шежіресі мен қала тұрғындарының еңбек жетістіктері ұзақ уақыт бойы сақталған жоқ. Өйткені қаламызда музей болмады. Тек 1969 жылы Теміртау қалалық партия комитетінің үгіт-насихат бөлімі кәсіпорындар мен қала тұрғындарының тарихын бейнелейтін музей құруға қажетті жәдігерлер мен ақпарат құжаттарды жинауға шақырды. Бізді қаламыз Қазақстан қалаларының ішінде бірінші болып Қызыл ту орденімен марапатталды. Және де дәл сол кезде музейдің ашылуға туралы идеяның өзектілігі айтарлықтай өсті. 72 жылдың басында Қазақстан Компартиясы қалалық комитетінің бюросы еңбекші депутаттардың қалалық атқару комитетімен бірге Теміртау тарихын музейін ашу туралы қаулы қабылдады. Гармет-комбинат болашақ музей үшін бастапқыда дүкен мен мейрамханаға арналған 4-ші шағын аудандағы ғимаратты бөлді. Музейдің бірінші директоры болып Вострова Тамара Яковлевна тағайындалды. Музей қызметкерлері мен музей қорлары қалыптаса бастады. 1973 жылдың 6 қарашасында музей өзінің алғашқы келушілеріне өзінің есігін ашты. Бүгінде Теміртау музейі Қазақстан Республикасының ең үздік музейлерінің бірі болып саналады. Біздің экспозициялар мен қызметкерлеріміз халықаралық және мемлекеттік марапаттармен атап өтілді. 50 жыл бойы біз қаламыздың тарихын сақтап келеміз. Және де сіздерді, біздің келушілерімізді музей залдарында әрдайым сүйіспеншілікпен қарсы аламыз.